Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Сіз білген, сіз күткен Мейрамбек Жарман каналы. Toyota'ның әлемдік сатылымы қаңтарда шип тапшылығы жалғасып жатқандықтан 5,6%-ға төмендеді деп хабарлайды Bloomberg агенттігі. Toyota дүйсенбі күні қаңтар айының жаһандық сатылымы бір жыл бұрынғыдан 5,6%-ға төмендеп 709.870 көлікке дейін төмендеген. Жаһандық шип тапшылығы әлемдегі ең ірі авто өндірушілерге де әсер етуін жалғастырған. Қытайда да осы айдың қаңтарында көлік сатылымы төмендеп, жұмыс уақыты қысқартылды деп хабарлайды Жапон фирмасы. Toyota ақпан айында шамамен 750 мың дана көлік өткен жылмен бірдей деңгейде және наурыз айында шамамен 900 мың көлік шығарады деп күтілуде. Бұл бір айлық рекордтық көрсеткіш деп есептейді. Енді екінші тақырыпқа ауысамыз. Қытай Украинадағы соғыс үшін Ресейге көмектесе ме? ақш-тың ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Джейк Салливан жексенбіде Қытай Украинаға қарсы соғыста Ресейге өлімші көмек көрсетуді алға тартса, Қытайға нақты шығын болатынын айтқан. Біздің көзқарасымыз бойынша шын мәнінде бұл соғыс Бейжің үшін нақты қиындықтар туғызуда. Ал Бейжің мұның қалай жүретін, әскери көмек беретін, бермейтін туралы өз шешімін қабылдау керек. Бірақ егер ол осы жолменен жүрсе, Қытайға нақты шығын әкелетінін айтқан. Менің ойымша Қытай көшбасшылары шешім қабылдағанда жеті өлшеп бір кесу керектігін айтқан Салливан CNN арнасының дана башқа одақтық жағдай тақырыбында. Қытаймен дипломатиялық сұхбат ол ақш тікелей қоқаң-лоққы жасап қана қоймайды деп қосты. Біз жай ғана тәуекелділерді де салдарында оқиғаларды да қалай өрбітетінін көрсетеміз. Біз бұны жабық есіктердің артынан анық және нақты жасаймыз деді. Салливанның пікірінше Украинадағы соғыстың қиын тұсқа келіп отырғанын айтты. ақш-та Қытай үкіметінің Ресейге соғыста қолдану үшін ұшақтар мен оқ-дәрілер беру мүмкіндігін қарастырып жатқан туралы барлау мәліметтер бар деп хабарлады CNN-ге. Ресей мен Қытай арасында жабдықтар бағасы мен көлемі туралы келіссөздер жалғасып жатқандықтан Пекин әлі түпкілікті шешім қабылдаған жоқ деді. Украинаға басып кіргеннен бері Ресей Қытайдан бірнеше рет ұшақтар мен оқ-дәрілер сұрады деп хабарлады. Қытай басшылығы соңғы бірнеше айда өлімге әкелетін көмекті жіберу немесе жібермеу мәселесін белсенді түрде талқылап жатыр деп қосты. Салливан жексенбі күні ақш Украинаға бір жылдан кейін қазіргі деңгейде қолдау көрсетуді жалғастыра ала ма деген сұраққа мен Америка халқымен соғысты болжау мүмкін емес деп айта аламын деді. Бір жыл бұрын бәріміз Киевте бірнеше күнде құлайды деп ойладық. Бір жылдан кейін Джо Байден Киевте президент Зеленскиймен бірге тұрып алды. Киев жақта екенін мәлімдеді. Сондықтан мен болашақты болжай алмаймын, басқа ешкім де айта алмайды. Бұл соғыстың қалай және қалай болады. Соңында Салливан соғыстың бұл кезеңінде танктер, жаяу әскерлерге жауынгерлік машиналар әрине оқ өтпейтін. Тактикалық әуе шабуылдарына қарсы қорғаныс жүйелері қажет. Осылайша Украина жауынгерлері Ресей басып алып жатқан аймақты қайтарып ала алады деп қосты. Ал F-16 қырғыз жойғыш ұшақтар ол кейініректер. Кейде осы американдықтарға таң қаласын. 4 танкіменен Ресей әскерін қуып шығу бұл Голливуд фильмдерінде ғана болатын нәрсе. Түнімен Голливудтың фильмдерін көріп шықтау шамасы. Достар, видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк, келесі видеоны жіберіп алмас үшін астында подписаться жазудың үстін басып арнаға тіркеліп аламыз. Сау болыңыздар достар.